Кеңістік пен уақыт. Біз қайда өмір сүреміз? Біз қашан өмір сүреміз? Осы екі сұрақтың жауабы кеңістік пен уақытта жатыр. Жалпы кеңістік деген не деген сұраққа жауап бере кетейік. Кеңістік ол заттар орналасатын орын. Заттар орналасатын орын, қысқаша айтқанда. Яғни кеңістік неден тұрады? Бізде ол ұзындықтан, мінекей, ұзындықтан және еннен, үшінші бізде биіктіктен тұрады. Яғни кеңістік бізде үш өлшемді. Негізінде кеңістік кете береді. Үш өлшемді, төрт өлшемді, бес өлшемді, алты өлшемді деген секілді. Бірақ олар әлі нақты анықталмаған. Тек гипотеза түрінде ғана қалыптасқан. Енді мына кеңістіктің мысалын қарастырып өтейік. Өзімізді елестетейік. Біз бөлме ішінде тұрмыз. Кәдімгі. Біз алға, артқа, оңға, солға, жоғары, төмен қозғала аламыз. Яғни секіре аламыз. Оңға қарай қозғала аламыз, солға қарай қозғала аламыз. Жоғары, төмен қозғала аламыз. Бұл кеңістікті біліп жүргенімізді білдіреді біздің. Үшінші бізде уақыт деген не? Яғни уақыт бұл оқиғалардың өту реті. Яғни бізде уақыт үшке бөлінеді. Өткен шақтан тұрады. Өткен шақ және де қазіргі шақ, ал үшіншісі болашақ. Яғни адамның қазіргі қарап тұрған кезі, қазіргі болып жатқан нәрсесінің барлығы қазіргі шақ болып есептелінеді. Яғни уақыт тек бір бағытта ғана жүреді ғой. Артқа жүре алмайды. Яғни өткен шақ тек бір бағытта ғана жүреді. Яғни көріп тұрғандарыңыздай, біз қазір настоящий қазіргі шақта тұрғанмен уақыт алдыға қарай жүре береді. Яғни болашаққа қарай. Ал өткен шаққа мүлдем бара алмайды уақыт артқа қарай. Ол өткен шақта қалып қалады. Енді уақыттың мысалына тоқталып кетсек, мысалы таң атады, күн батады, жылдар өтеді, күндер өтеді, уақыттар өтеді, ғасырлар өтеді, кете береді. Бала өседі, гүл солады, мысалы гүл өседі, белгілі бір уақытқа шейін. Одан кейін қайттан солып, шіріп жоқ болып кетеді. Бұл енді уақыттың өтуінің процесін білдіреді ғой, қысқаша айтқанда. Кеңістік пен уақыт байланысына тоқталсақ, біз тек кеңістікте ғана емес, уақыт ішінде де өмір сүреміз. Әр оқиға қай жерде және қашан болғанын айтамыз. Мысалы, доп жерден құлап келе жатқан елестетейік. Доп құлады, сұрақтар туындайды осы жерде. Қай жерде құлады деген кезде, әрине ол кеңістікте. Жаңа айтып кеттік, биіктік, ұзындық және де еннен тұрады деп. Осы кеңістік. Яғни ол кеңістікте болып жатыр. Қай жерде құлады? Кеңістікте. Екінші сұрақ, қашан құлады? Яғни уақытын анықтап тұр. Қай уақытта құлады ол? Яғни кеңістікте болып жатыр ғой. Сол кеңістікте қай уақытта құлады деген сұраққа жауап береді. Екеуі бірге ғана оқиғаны толық сипаттайды. Яғни кеңістік пен уақыт ылғи бірге жүреді. Екеуі ажырамайды мүлдем. Кеңістік бар жерде уақыт бар, ал уақыт бар жерде кеңістік бар. Екеуін бөлек қарастыруға болмайды. Енді жалпы физикадағы маңызына тоқталып кетсек, физикада кез келген құбылыс кеңістік пен уақыт арқылы сипатталады. Жаңа алдында да айтып өттім сіздерге. Қозғалыс дегеніміз, яғни кеңістіктегі орынның уақыт бойынша өзгеруі. Кез келген нәрселер өзгеріске ұшыраған кезде кеңістікте ол тек уақыт бойынша ғана өзгереді. Енді осы жерде Эйнштейннің идеясына тоқталып кетейік. Ғалым Альберт Эйнштейн кеңістік пен уақыт бір-бірінен бөлек емес деді. Олар бірігіп кеңістік уақыт деп аталады деп тұжырымдап кеткен, өзінің ойын айтып кеткен. Енді қызықты фактіге тоқталып кетсек, осы жарық жылдамдығы бәрімізге белгілі 300.000 километр секунд. Яғни 300.000 жаңағы метр секундты береді ғой бұл. 300.000 километр секунд, ал оны метрге айналдырсақ, яғни 3 көбейтілген 9 метр секундты береді. Яғни осы жарық жылдамдығына жақын қозғалғанда кез келген нәрсе ол жерде уақыт болу үшін баяу өтеді. Мысалы, кез келген бір зымыран алып көрейік. Сол зымыран осы жарық жылдамдығына жаңағы 300.000 километр секундқа
жаңағы 300-нің 3^9 метр секундқа жақын қозғала алса, сол жылдамдыққа ие болса, оған уақыт баяуырақ өтеді, яғни баяулай бастайды. Сонымен қатар, ауыр денелер үшін кеңістікте мысалы ауыр денелер бар ғой, яғни күн. Жерден әжептәуір орасан есе үлкен. Күн мен жерді салыстырсақ. Осы жерде күннің массасы енді жердің массасынан ауыр ғой. Сол себепті ауыр денелер кеңістікті көбірек иеді. Бұл салыстырмалық теориясы болып есептелінеді. Кеңістік біз қайдамыз, уақыт біз қашанбыз деген сұрақтарға жауап береді. Енді кеңістік пен уақыт әлемнің негізі. Барлық қозғалыс, барлық өзгеріс осы екеуінің ішінде болады. Кеңістіксіз орын жоқ мүлдем. Ал уақытсыз өзгеріс жоқ. Әлем кеңістік пен уақыттың ішінде өмір сүреді. Яғни екі ұғымды да бөлек қарастыруға мүлдем болмайды. Екеуі бірге қарастырылады әрқашанда.